Баршаңа қайырлы күн құрметті оқушылар. Өздеріңмен бірге мисс Назерке және бүгін біз сіздермен бірге отырып ұты ұсынған нұсқаны талдайтын боламыз. Әдеттегідей айтарымыз қайырлы пайдалы білім болсын. Let's go. Let's start. Сонымен, the first question is about the compound adjective дейді. Compound дегеніміз не балалар? Ол бізде күрделі дегенді білдіреді. Adjective сын есім, демек бізде не сұрап тұр? Күрделі сын есімдер туралы сұрап тұр. Яғни, сонда ол бір немесе екі сын есімнен adjectivетен құралып, күрделі қызметті атқарады. Яғни, күрделі сын есім болады. A. Whiteboard. B. Red-haired. C. Friendship. D. Blackboard. Яғни, сонда екі сөзде неден тұру керек екен бізде? Сын есімнен тұру қажет. Whiteboard. White дегеніміз ақ, board тақта. Board ол бізде не? Noun. Содан A жауап жатпайды. B. Red. Қызыл. Hair. Шашты. Бұл бізде екеудесінде red hair дегеніміз, бұл біздегі рыжий деп айтып жатады ғой. Сондай мағынаны белгілереді. Бізде ол compound adjective. C неліктен жатпайды? Friendship. Бұл бізде compound. Friendship деп тұрғанымыз бұл бізде жай ғана noun. Blackboard. Бұл да black adjective. Board тақта. Сондықтан noun. Бұл бізде adjective plus noun compound болып кеткен. Содан бұл жауаптар сәйкес келмейді. Дұрыс жауабы қайсы? Біздегі B жауабы red hair болады. Second, an odd word. Odd дегеніміз не? Ол біздегі артық сөз дегенді білдіреді. Ал енді бұл жердегі біздегі артық сөз қайсы деген? A school bag. B a pencil sharpener. C a pencil case. D a wild life дейді. Бұл жерде енді қараңдар, school bag, pencil sharpener дегеніміз қалам ұштағыш дегенді білдіреді. Pencil case ол бізде пенал. Үшеуі де неге қатысты? Мектеп құрылғыларына қатысты. Канцелярский деп айтамыз ғой. School bag, барлығы соған қатысты. Бір темада жай ғана артық қандай? Wild life. Ал бұл біздегі енді жаңағы жабайы өмір деп айтып жатады ғой, соны білдіреді. Okay, next, third, the correct phrasal verb. Қазір балалар, мен сіздерге жақсырақ көріну үшін жақындатаймын now деп ойлап тұрмын. Осылай дұрыс болса керек. Okay, good. Ары қарай жалғастырдық. Келесі, the correct phrasal verb. He had no idea what dangers to look in the forest. Look over. Бұл фразалық етісті қандай мағына береді? Look after, look into және look out for деген бізде 4 нұсқа тұр. Енді бұл жерден біз қарап көреміз, сонда lookпен бірге келетін әр фразалық етістіктің өзінің бір мағынасы бар екен. Бұл жерде енді балалар look over деген қандай мағынаны білдіреді? Бұл бізде енді review something деп айтамыз. Бір нәрсені қарап шығу деген секілді мағынаны береді. Look after ол бір жиі кездесетін біздегі фразалық етістік, жалпы айтқанда take care of, заботиться мағынасында. Look into бұл бізде бір investigate деген секілді мағынасы бар. Және look out for. Look out for деп отырғанымыз бұл біздегі енді балалар жалпы айтқанда be careful. Сақтану, абай болу мағынасын береді. Сонда he had no idea what dangers to look out for in the forest. Қандай қауіптен сақтану керек екендігін білмеді деген бізде не шығады енді? Осындай вариант шығады екен. Және біздегі сәйкес жауап сонда D жауабы. Келесі бізде айтады set expression. Тіркес толықтыруға қажет. To your goals. Goals дегеніміз не? Бұл біздегі мақсат дегенді білдіреді. Succeed, prosper, manage, reach. Бұл жерде үнемі айтамыз балалар? Set expression деген тұрақты тіркес. Қатып қалған, өзгеріссіз келетін тұрақты тіркес дегенді білдіреді. Және біз үнемі айтамыз reach your goals. Мақсатқа жету дегенді білдіреді. To reach your goals. Болды. Мақсатқа жету деген мағынаны береді. Кезекті сұрақта бізде айтады the correct abstract noun. Abstract noun деп отырғанымыз енді балалар, бұл біздегі көзбен көрмейтін, қолмен ұстап көре алмайтын, дерексіз зат есімдер дегеніміз бар ғой, сол мағынаны білдіреді. Abstract noun деп айтатынымыз осыдан. Оған не жатады? Ол көбінесе эмоцияны білдіретін, love
деген секілді махаббат деп айтып жатамыз. Сондай дүниелер бізде жатады. Көзбен көрмейтін, қолмен ұсталмайтын. Мысалға, childhood, балалық шақ, brotherhood, братство деп айтамыз ғой. Олардың барлығы не? Біздегі abstract noun. A айтады friendship, достық. B, bookcase. C, snooker. D, pencil. Бұл жерде енді бізде яғни сәйкес келетін noun қандай екен? Демек ол бізде балалар жалпы айтқанда friendship, abstract noun, достық. Көзбен көрмейтін, дерексіз деп айтасыңдар осы. Abstract дейтіміз осы. Осының синоним, антонимі қандай? Concrete noun деген бар. Ол біздегі деректі зат есімдер. Кәдімгі заттай, қолмен ұстап көрінетін. For example, не жатады оған? Pencil, мысалға менің қолымдағы. Солар жатады. Олардың наоборотынан не болсында? Concrete noun деп болса бізде саналады. Okay? Ал келесі сұрақ енді біздегі 6-шы сұрақ. The correct sentence with fixed arrangements. Fixed arrangements дегеніміз балалар ол біздегі белгіленген, нақтыланған жоспарлар деген мағынаны білдіреді. Уже барлығы там реттеліп қойған, жоспарланып қойған, бекітілген деген мағынаны береді. A. Are you flying to San Francisco next week? B. Our flight back will leave on Saturday morning. C. I think you are going to like the trip. D. We're relaxing on a picnic. Енді балалар, бұл жерде не керек? Бізде жоспар керек қой, бекітілген жоспар нақтыланған. Енді оны қай шақпен қолданамыз? Біз оны балалар present continuous пен айта аламыз. About fixed arrangements. Бекітілген жоспарлар үшін біз present continuous шағын қолданамыз және мағынасына қарап белгілейміз. Мысалға, ол біздегі A жауабы. Are you flying to San Francisco? Келесі аптада ұшасың ба Сан-Францискоға деп тұр. Яғни, present continuous пен айтып тұр, демек ол кәдімгі бекітілген нәрсе деген мағынаны бізде береді. Ал енді қараңдар, B жауабында will live дейді, future simple мен қолданып тұр. Future simple есте болсын, ол бір нақты дүниелерді айтпайды балалар. It's about future prediction. Болашаққа деген бір жоспарға сәйкес келеді. Ал I think you are going to like, ол біздегі, бұл да бізде prediction, болашаққа деген болжам. Ал D, we are relaxing on a picnic, пикникте демалып жатырмыз, рахаттанып жатырмыз. Бұл біздегі қазір болып жатқан situation, яғни progress situation, процесте болып жатқан іс-әрекетте біз қолданамыз. Түсінікті ғой, қандай айырмашылығы бар екендігі. Енді next question 7. Correct conjunction. Conjunction дегеніміз балалар демеуліктер, олар сөздерді, сөйлемдерді байланыстыратын. It was an exciting competition that I forgot to phone you. Such as, if, so. Енді бізде балалар мынандай құрылым бар, such, that деп жүретін, ja? Бұл бізде көбінесе result conjunction деп айтсақ болады, бір результатты білдіруге көп нәрсе қолданылатын. Such сөзінен кейін балалар ол бізде сондай деген мағынаны білдіреді. Одан кейін бізде such, одан кейін барып не келіп тұр? An артиклі келіп тұр. Сонда a немесе an артиклдері келеді. Exciting, adjective немесе adverb келеді. Сосын барып noun, nounнан соң барып зат есімнен соң барып бізде that clause'бен нәтижесінде деген бөлікпен сөйлем жалғасуы қажет. Соны мысалға айтасыңдар ғой, such a nice day деген секілді. Бір қарапайым мысал. Сондай тамаша күн деген секілді. Бұл жерде де енді айтып тұр, it was such an exciting competition, ja? Сондай тамаша жарыс болды. В результате that I forgot to phone you. Мысалы хабарласуды ұмытып кеттім деп қолдан. Such that. Осы құрылым жаттап алайық балалар, ja? Such деп біз қолданамыз. Сондай деп білдік. Мағынаны бізде береді. Енді 8. Correct preposition. Preposition дегеніміз не? Біздегі ол енді шылаулар. Шылауларды білдіреді. Енді айтады, our school days I get up 7 o'clock. 7 o'clock, it's what? It's hour. Сағат, ja? Біз сағатқа қандай preposition қолданамыз? Ол өзі бір жалғыз сағатқа қолданатын бар. Ол at, балалар. On school days, I get up at 7 o'clock. Енді осы жерде қараңдар, on school days, мектеп күндері дейді. Значит, сонда күндерге қандай preposition жүреді? On жүреді. Кез келген күнді айтасыңдар ма? Monday, Tuesday, school day, Christmas day деп қойып осындай day сөзін жанында көрсеңдер, бірден сендерде қолданылатын preposition on болады екен. Ал сағатқа 7 o'clock, 7 p.m., 10 a.m. деген секілді, ол бізде at
жүреді. Ал олардан бөлек years, months, centuries, decades. Decade дегеніміз ол бізде 10 жылдық. Олардың барлығына енді бізде in, seasons, олардың барлығына сәйкес келетін біздегі in деген preposition болады екен. Түсінікті ғой? On, about, for days, at, for hours, and in ол бізде жаңағыдай көбісіне бізде қолдана береді. Бізде сонда дұрыс жауабы at, a. Ал кеттік келесі 9. The correct present perfect. Present perfect дейді балалар. Бұл шақ қалай жасалатын еді? Subject plus have, has plus verb cert және ed деген міне осы құрылымды сақтап, бізде енді present perfect қолданады. Сонда have, has көмекші етістігі келеді екен. Plus verb cert дегеніміз не? Етістіктің үшінші формасы past participle формасы. They have tested, had tested, are testing, were tested дейді. Ал енді қараңдар, бұл жерде present perfect деп айттық, have, has керек дедік, значит, a жауабы. They have tested the new combine this morning. Ал had tested десек, бұл біздегі past perfect'ің жасалуы. Had plus verb cert, ал are testing. Тестировать етіп жатыр. Present continuous. Were tested. Бұл енді бізде балалар passive құрылымы. Past simple passive болады. Were міне қолданылып тұр және плюс қасында не тұр? Verb cert. Значит, бұл біздеген пассив формасы. Болып кетеді, бірақ енді бұл бізге түсінікті болу үшін B, C, D айтып жатырмыз, бірақ дұрыс жауабы қандай? A нұсқасы сәйкес келеді балалар. Next one, 10. Correct conjunction. Бұл жерде де не керек бізге енді? Conjunction керек. Демеулік. She is a good player that she could be a professional. Ол сондай жақсы ойыншы, что ол профессионал бола алады деген сөйлем тұр. Бұл жерде жаңа не туралы айттым мен? Such that дедім. Осыны жаттап алу қажет дедім. Such сөзінен кейін обязательно не келеді қасында? An артиклі келеді. Егер де бізде жеке адам туралы айтып жататын болса, жеке singular noun болатын болса. Сонда ол бізде such a good player that she could be a professional деп ойлаймыз. That орыстарда айтады ғой, арасына что деп қосып сөйлемдерді. Сондай ақ аударуға болады, в результаты деген секілді аударуға болады. Тестте балалар, біз түсінуіміз қажет, мағынасына сәйкес табуымыз қажет, және де плюс біз аудара білуіміз қажет. Дұрыс аудару, дұрыс мағынасын түсіну бізді дұрыс жауапқа жетелейтіндей болады, Окей. Next one. 11. The correct pronoun. So, what does the pronoun mean? Pronoun деп тұрған сол біздегі есімдік. I know enjoys adventure. I know enjoys adventure. Everything. Thing деп тұр, значит, бұл не? Затқа айтып тұр. Әрбір зат деген мағынада ғой. Каждый зат деген. Anyone, ол бізде енді anyone деп көбінесе жалпы айтқанда болымсыз сөйлемдерде, негатив сөйлемдерде және интеррогатив сұрақтарда жиірек келеді. Қандай да бір, ешкім деген мағыналар бізде береді. Everyone, каждый, әрбірі деген мағынада. Anything, ол бізде тоже қандай да бір зат деген мағынаны береді. I know enjoys adventure. I know, мен білетін. Каждый адам саяхатта рахаттанады, саяхат ұнатады деген сөйлем тұр. Значит, қайсы сәйкес келеді бізге сәйкес келетін pronoun? Ол бізде әрине everyone болады. Бұл everyone балалар бізде көбінесе болымды сөйлемдерде қолданылады. Және каждый адам деп айтамыз ғой, біз сол мағынаны білдіреді. Everyone I know. Мен білетін әрбір адам саяхатты ұнатады, шытырман оқиғаны ұнатады. Everyone I know enjoys adventure деп бізде сәйкес нұсқаны қолданамыз. Біз балалар нұсқа талдауда бір пайдалы жағы десек те болады, Сұрақтарды көресіңдер ғой, көргеннен кейін мен айтамын дегенше жауаптарды өздерің іштерінен табыңдар. Просто қарап отпай. Ізденіңдер, көріңдер, дұрыс тапсаңдар, демек паузаға қойып қойып дұрыс тапсаңдар, значит ол жақсы. Ал дұрыс таппасаңдар, не үшін қателессіңдер, осылайынан отырып сендер тыңдайтын боласыңдар, Ал жақсы. Келесі 12. Reported speech. So,
Reported speech дегеніміз, бұл енді балалар кезекті сұрақ reported speech-ке келіп тұрмыз, және reported speech бұл қалмайтын тақырыптың бірі. Енді ол бізде төлеу сөз дегенді білдіреді. Біреудің айтқан сөзіне өзгерістер жасай отырып, не өзгереді? Tense, шақ өзгереді, одан бөлек бізде тағысын айтқан кезде pronoun, есімдіктер өзгеріске ұшырайды. Төлеу сөз. Біреудің айтқан сөзін келесі бір адамға сен жеткізіп барасың деген мағынада ғой. Why are you late? Тырнақшадағы сөйлем, бұл біздегі енді direct speech. Төл сөз. Біреудің айтқан сөзі өзгерісі жазылады. Why are you late дейді. Неге кешіктің деген сұрақ тұр. Енді біз айтады, the teacher asked, мұғалім сұрады, енді біз не істеп тұрық? Reported. Әңгіме қылып, өсек әңгіме қылып жеткізіп беріп жатырмыз ғой. The teacher asked, мұғалім сұрады, why, неге мен кешіккенімді деген сөйлем шығару керек еді бізге. The teacher asked, why, енді бұл бізде сұрақ балалар. Reported question. Сұрақты жасау үшін бірінші бізде не тұр? Why деп сұрақ сөз тұр. Бірінші сол сұрақ сөзді біз алып аламыз, жазамыз, міне жазылып тұр, ол уже why, сосын барып, тырнақшаның ішінде сөйлем қай жақта тұр? Direct сөйлем, direct question, ол бізде present simple'да тұр. Ал оны төлеу сөз жасаған кезде, reported speech-қа айналдырған кезде бір шаққа артқа жылжиды. Қалай болып өзгереді сонда? Бір шаққа артқа десе, present сөзін past сөзіне өзгертесіңдер. Сонда ол past simple болып өзгеріске ұшырайды. Why болды, жаздық. Енді ары қарай не керек? Бізге past simple сөйлем керек. Бірақ оны қалай жазамыз? Ол сөйлемді енді сендер спокойно отырып, хабарлы сөйлем етіп жазып кетесіңдер. Subject plus verb болды. Осыны сақтайсыңдар. Еш қиындығы жоқ, сұрақ сөз жазасыңдар. Дальше болды, хабарлы сөйлем ретінде. Сендер енді әңгіме қылып жеткізіп беріп жатсыңдар ғой. Осылай менен сұрады деген секілді қылып ше. Сондықтан да хабарлы сөйлем етіп жалғастырып кетеміз. Why, I, міне бірінші бастауыштан басталатын сөйлем керек. I деп тұрғанымыз бастауыш. Сосын барып қасына не керек? Verb керек. Ол бізде сонда you are, I was болып өзгереді екен. Why I was late. Менің не үшін кешіккенімді сұрады. Бұл жерде не өзгерттік? Біз шақты өзгерттік. Және you деп тұрған pronoun I, мен болып өзгеріске ұшырады. The teacher asked why I was late. Сұрақ сөзді жазғаннан кейін балалар, есте болсын, обязательно қарапайым хабарлы сөйлем етіп жалғастырып кетеміз. Көп жағдайда болымды болып өзгереді. Сұрақ болғаннан кейін, why I was late. Не үшін кешіккенімді сұрады деген сөйлем шығып тұр. Subject plus verb ден тұратын хабарлы сөйлем еді. Осыны жақсылап жаттап алайық, жарай ма? Окей. Түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Ал енді келесі 13. The correct variant. Honest, I didn't like the course at all. To have been, to be, been, be. Бұл жерде енді бізде, бұл да бір фраза ретінде қолданамыз to be honest деп айтамыз. Шындығын айтқанда деген бізде бар ғой, linking words секілді, қолданасыңдар to be honest. Болды, осылай жүреді. Немесе honestly деп айтады. Бұл кәдімгі бір біздегі плюс басында келетін adverb секілді honestly деп айтуға болады, немесе to be honest. Шындығын айтқанда деп бізде linking words секілді қолдануға болады. Болды, осылай to be деп қатып қалған. Басында сіздің не келеді? Infinitive келеді. To be honest. I didn't like the course at all. Next one, 14. The correct conditional sentence. Conditional sentence бұл біздегі шартты сөйлемдер. Zero, first, second, third, mixed деп осындай 5 түрін айтамыз. Енді бұл жерде бізде балалар нұсқасын қарайық. If we, мына нәрсені жаттап алайық. Шартты сөйлем деген ол бізде егер деп келетін сөйлемдер, if пен бірге жүретін. If, when, unless, егер деген мағынадағы сөздер. Және балалар есте болсын, if сөзінің жанында will бар ғой. Future simple деп айтамыз, мүлдем келмейді. If will turn down деп біз мүлдем айтпаймыз. If жанында will бірге келмейді. B. My parents will give me their old laptop if they buy a new one. If бөлігінде бізде қасында не тұр? They buy деп present simple тұр. Және main clause нәтиже бөлігінде my parents will give me дейді. Беретін болады дейді.
Сонда бұл біздегі future simple қолданып тұр. If present simple, future simple, значит ол бізде бірінші шартты сөйлем екен. First conditional. Және бұл біздегі дұрыс құралған first conditional. Жаңа айтқандай, if it will break дейді. Бұл жерде не тұр? If-тің жанында will тұр. Жоқ, бұл қате. If жанында will келмейді мүлдем. If I will walk to school, ол да бізде қате болады. Сонда дұрыс жауабы жай ғана be. Қандай шарт сөйлем? First conditional. If бөлігінде, шарт бөлігінде present simple, ары қарай main clause нәтиже бөлігінде бізде тұрады. Енді не тұрады? Әрине, біздегі future simple тұрады екен. The correct conditional sentence біздегі осы. Тию керек ой, жаңа айтқандай, if-тің жанында will жүрмейді. Екеу бір-біріне дос емес, жау, қосып жүруге болмайды. Okay? 15. The correct usage of construction used to. Енді used to дегеніміз не балалар? Бұл бізде used to қолданылады for past habits, past situations, бұрын болған әдеттер, бұрын болған ситуациялар, қазір олар болмайды, қазір оны жасамайсыңдар, ол бір өзгерген, қолданылмайды деп айтсақ болады. Енді Марат дейді. Spent a lot of time and money on clothes. Киімдерге көп ақша құртқан, біреу деп айту, бұрын деп айту үшін, Used to, бұл енді балалар осы тұрған қалпында қолданылады, және қасына plus verb бар. Етістіктің бірінші формасы жасалады. Ол біздесінде spent деп тұр, етістіктің бірінші формасы, дұрыс жауабы A. Марат used to spend. Бұрын құртқан деген мағынаны бізде береді екен. For what? It's for about past habits and past situations. Бұрынғы болған әдеттер үшін. Келесі сұрақ енді a question word for possession. Possession дегеніміз не? Тәуелділік балалар. Тәуелділікті білдіретін сұрақ сөзді табу қажет. Question word for possession. Енді қараймыз. A нұсқасында who дейді. Who дегеніміз бұл не? Бұл жай ғана кім деген мағынаны білдіреді. Кім? B. Whose, кімнің, у которого деп қолданасыңдар. Мысалға айтасыңдар ғой. Whose book is this? Бұл кімнің кітабы? Which book is this? Бұл қай кітап? Қайсысы, қай деген мағынаны білдіреді. Which деген. Ал what, бұл бізде не деген мағынаны білдіреді. Не, немесе қандай деген, Енді бізде тәуелділік сұрап тұрса, біз әрине whose деп қолданамыз, Кімнің деп бізде сәйкес келеді. Question wordсында бізде possession, ол whose болады екен. Whose book is this? Кімнің кітабы деген секілді. Бұл да бізде оңай сұрақтың бірі болды. Енді 17. The correct past perfect passive. Пассив құрылым дегеніміз не жалпы айтқанда? Пассив деп отырғанымыз балалар, бұл біздегі жалпы айтқан кезде іс-әрекеттің кімнің істегені маңызды емес. Бұл жердегі біздегі object, жасалған әрекет маңызды. Біздің қазақ тілінде істелінді, жасалынды, жазылды деген мағынаны білдіретін сөйлемдер. Мысалға мен айтуым мүмкін. Мен кітап жаздым. Бұл қандай сөйлем? Актив сөйлем. Себебі мен деп бастауышты көрсетіп тұр. Ал пассив дегеніміз наоборот, кітап жазылды. Демек толықтауышта келіп қоям, кітап деген. Кітап жазылды. Болды. Мен оның жазылғанын білем, бірақ кімнің жазғаны маңызды емес. Мен жаздым ба, ол жазды ма, олар жазды ма, ол маған қажет емес. Маңызды емес, немесе уже белгілі айтуды қажет етпейді. Енді бұл жерде a story дейді. Оқиға жазылды. By олжас. By деген арқылы, олжас арқылы деп айтатын болсақ. Бізде не сұрап тұр? Past perfect passive сұрап тұр. Жалпы пассивтің өзі балалар to be plus verb third ed арқылы жасалады. Бұл жерде енді past perfect болып тұрғаннан кейін бізде had been деп жүреді. To be біздесінде had been болады. Және қасында plus verb third ed жүреді. Бұл past perfect'ке қатысты. Had been plus verb third. Мінекей болды. A story had been written by Олжас before the beginning of autumn деп біз қолданамыз. Ал қалған нұсқалар бізде сәйкес келмейді. Енді қараңдар, D нұсқасы тұр. Had written дейді. Бұл не нұсқасы? Бұл past perfect active болады дейді. Қандай айырмашылық көріп тұрмыз? Been сөзін көріп тұрмыз. Түсінікті ғой?
Олжас had written a story деп айтуға болады. Олжас жазды деп. Ал егер оқиға жазылды дейтін болсақ, ол кезде енді a story had been written by Олжас деп біз қолдана алады екенбіз. Түсінікті ғой? Сонда біздегі дұрыс жауап балалар A нұсқасы болмақ. Okay. Next, 18. Modal verb for asking for advice. Modal verb дегеніміз не? Ол біздегі қарапайым етістіктің жанында келетін, етістіктің алдында келетін десек болады, алдында келетін көмекші етістіктер ғой. Оларды біз жаңағы рұқсат сұрауға қолдануымыз мүмкін. For request, advice, suggestion, одан бөлек бізде тағы да prohibition, запрет деген секілді, rules біз қолданамыз. Енді бізге не деп тұр? Advice, кеңеске сұрап тұр. Кеңес сұраған кезде біз қандай модальді етістікті қолданамыз? Бірінші еске түсетін қандай? Should. Балалар, should келеді. Одан бөлек тағы да біз кеңес сұрау үшін қасында оның тағы бір досы бар тұғын shall қолданамыз. Shall I go? Барайын ба? Деген секілді. Shall I open the door? Есікті ашайын ба? Деп біз сондай кеңес сұраған кезде қолданамыз. Ал қалғандары балалар could, might, need to. Ол бізде asking for advice міндетті түрде оған сәйкес келмейді. Okay? Need to. Ол бізде necessity. Could. Бұл біздегі possibility деп айтсақ та болады. Және ол бізде тағы мүмкін деген мағынаны бере алады. Possibility. Ал might. Ол бізде 50-50 деп айтамыз. It's about possibility. Мүмкіндікті айту үшін. Бір нәрсе мүмкін деу үшін қолданылады. Енді 19. The correct modal verb. You are not allowed to board the plane yet. Саған әлі дейді ұшақты қондыруға рұқсат жоқ. Not allowed. Рұқсат етілмеген деп қолданып тұр. Енді осы мағынаны беретін бізге модальдік етістік керек екен. Жаңа айттық. Could. Біз possibility дедік, немесе possibility қолданамыз дедік, мүмкін нәрсе үшін. Should, advice, кеңес үшін. Mustn't, бұл бізде енді не? Запрет. Prohibition. Запрет. You mustn't деген сөз ғой. Саған сонда болмайды, 100% істеуге болмайтын нәрсе. Ал don't have деген бізде ондай модальдік етістігі жоқ, қасында не керек? Don't have to деген көмекші етістігі қажет. Don't have to деген шылау болу қажет қасында. Онда ол бізде not allowed, рұқсат жоқ деген, значит, запрет қой ол, тыйым. Prohibition. Сонда ол mustn't болады. Енді осының must бар, ол бізде не мағынаны беретін? Obligation деп айтамыз. Міндетті деген бізде мағынаны береді. Сонда бұл біздегі енді сәйкес нұсқамыз, C нұсқасы болмақ, mustn't деп қолданасыңдар балалар. Окей? Окей, балалар, қарап отырсаңдар, міне 20-шы сұрақ, тура бел ортасына келіп қалыппыз, Compound noun дейді. Compound жаңада айттық. Бұл не? Күрделі зат есімдер. A dining room, a sharp knife. Knife деп оқымаймыз, knife деп оқылады. Басында К оқылмайды. Мынандай да бір ситуациялар бар ғой. No дегенде kno деп оқитын, бірақ төбесінде не оқылмайды? K әрпі оқылмайды. A quick step. A clever person. Енді жеке-жеке қарайық. Compound noun деп тұрғаннан кейін балалар, бұл бізде сонда екі бөлігден неден тұру қажет? Екі сөзде, үш сөзде, ол nounнан тұру қажет. Зат есім болу керек. Clever person. Clever дегеніміз не? Adjective, person, зат есім. Сәйкес емес. A quick step. Quick деп тұрғанымыз. That's also. Adjective, сосын барып step дегеніміз noun. A sharp knife. Knife. Sharp дегеніміз өткір деген сөз. Sharp, that's also adjective. A dining room. Dining, ол біздегі енді noun, room да noun болады. A dining room, жалпы айтқанда қонақ бөлме деп айтамыз ғой біз. Осы мағынаны бізге береді екен. Қонақ бөлме дейміз, залтан деп әртүрлі айтамыз. Акцентпен, бірақ бір не ол? A dining room. Бұл сонда біздегі compound noun болады екен. Енді балалар, біз мына жерде отау ұсынған нұсқаны талдап отырмыз ғой, жалпы айтқан кезде. Сондықтан да қазір соңында бірге көретін боламыз. 50 балды біз аламыз ба, алмаймыз ба. Бірақ мен сенімдімін алатынымызға, Сондықтан соңына дейін бірге қарап отырыңдар. Next, 21st. The correct verb from adjective. Сұрақты оқыған кезде бізде не нәрсені сұрап тұрғанына назар аудару қажет. The verb
from adjective дейді. Сонда сын есімнен құралған, түбірі сын есім болып келетін біздегі сөздер қажет, етістік қажет екен. Tighten, lengthen, empower, and throne. Throne деп тұрғанымыз не? Кәдімгі ол трон деген зат есім түбірі. Empower. M деген префиксті алып тастаймыз. Power. Бұл не? Күш. Ол да не? Noun. Lengthen. Ұзарту деген зат есім тұр. Сонда соңында length дегеннен шығып тұр. Length дегеніміз түбірі. Ұзындық деген. Бұл да не? Бұл да балар noun болады бізде. Length деген. Ал енді tighten түбірі en жұрнақты алып тастайсыңдар. Tight. Tight дегеніміз ол бізде узкий деген секілді мағына береді. Tighten жаңағы жіңішкерту деп біз айтамыз, осындай мағынаны білдіреді. Сонда tight деген adjectivтен бізде en жұрнағын жалғап verb құрастырып тұр екен. Сондағы біздегі сәйкес нұсқасы A жауабы болады. Ал қалғандары сәйкес келмейді. Okay. Next, 22nd. The correct future perfect passive by the end of the week. Пассив құрылымда жаңа айтқандай балалар бізде objecттен басталады, тоқтауыштан бір объекттен басталады десек болады. Енді именно future perfect passive бізде жасалады. Will have been plus verb cert ed болады. Бұл жерде не көрсетілмейді бізде енді? Бастауыш көрсетілмейді. Сонда бізде айдана, ол have planted мүлдем сәйкес келмейді. Айдана деп басталмайды бастауыштан. Айдана will have planted. Бұл да сәйкес келмейді. Will have planted десек, бұл біздегі future perfect active сөйлем болып қалады, балалар. Келесі C. A tree will have been planted by Айдана. Бұл жауап бізде енді дұрыс. Will have been plus verb cert. Бұл жердегі object қандай? A tree. Сонда ағаш отырғызылады Айдана арқылы аптаның соңына дейін деп тұр. Ал енді қарандар, a tree will have planted десек не қалып кеткен? Бұл жердегі been сөзі қалып кеткен. Пассив жасап тұратын been сөзі қалып кеткен. Болу етістігі қалып кеткен. Сонда біздегі дұрыс жауап C нұсқасы. A tree will have been planted by Айдана деп біз қолдана аламыз. Бұл енді біздегі future perfect passive'дің жасалуы. Next one, 23rd. Impersonal passive construction. Ал енді осыны жақсылап назар аударып отырып тыңдайық. Impersonal деп отырғанымыз біздегі не? Бұл жалпы айтқан кезде, impersonal деп отырғанымыз балалар жақсы сөйлемдер деп айтамыз. Нақты бастауышы көрсетілмейтін, пассив. Жаңа пассив құрылымдарды айттық. Бастауышы көрсетілмейтін сөйлемдер, ол көбінесе жалпы айтқанда осылай айтылады деп біз бір адам туралы айтқан кезде. Енді ол жасалады бізде. He is said to be a well-known painter. Жақсы, атақты дегенім ғой. Танымал суретші деп айтылады дейді. Бұл жерде біз именно бастауышты айтып тұрған жоқпыз, сол туралы айтылатын пікірді айтып тұрмыз. Сондықтан ол impersonal деп саналады. Ол енді бізде is said, міне пассив құрылым тұр. Және қарай to be деп осылай бізде infinitive-пен жалғастырып кетеді. Осылай бізде не жасалады? Impersonal passive construction құрылады. Okay. 24th, төртінші сұрақ. The correct item. Put your things over there, he told us. Reported command деген дүние бар. Енді бізде балалар төлеу сөздегі жалпы бұйрықтар. Біреудің айтқан бұйрығын жеткіземіз енді. Ол бізде қалай жасалады? He told us, ол бізге айтты деп сөйлемді бастайсыңдар. He told us, және одан кейін барып put your things деп тұр ғой. Осы етістіктің алдына біз не түсіреміз? Жай ғана to көмекші сөзін түсіреміз. He told us to put our things over there деп біз қолданады екенбіз. He told us, ол бізге айтты to put. Заттарыңды қойыңдар деп деген осында не шығады? Біздегі сөйлем шығады. Просто қарайсыңдар, he told us, ол бізге айтты деп сөйлем бастайсыңдар. Сосын барып не істейміз? Етістіктің алдына to көмекші сөзін қойып қоямыз. To put our things over there деп біз қолдана аламыз. Okay? Бұл енді біздегі 24-ші сұрақ болды. Енді келесі 25. The correct variant.
The university isn't far. A 2-kilometer walk from here. Бұл жерде енді балалар бізде impersonal сөйлем шығады. Жаңа айттық, жақсы сөйлемдер дедік. Бастаушы туралы нақты айтылмайтын, нақты көрсетілмейтін сөйлемдер. Көбінесе ол бізде балалар there is, there are құрылыммен жасалады, it's деп басталатын сөйлемдер, және you, one және they деп басталатын сөйлемдер жатады. Олар жалпылама қолданылады балалар. Яғни бастаушы анық айтылмайды. Енді университет алыс емес. A 2-kilometer walk from there. Бұл жерден 2 километр жол деп біз не айтып тұрмыз? Distance. Қашықтық туралы айтып тұрмыз. Қашықтық айту үшін бізде қолданылады енді it is деп айтамыз. It's a 2 kilometer. Көп ойлауы мүмкін. 2 километр жол бар деп, there is деп айтпайын ба деп. Жоқ, балалар. Қашықтықта бізде жаңа it is жүреді. It is. It's деп айтамыз ғой. Сол нұсқа біздегі қолданылады. Болды. Ал there is, there are бұл біздегі бар немесе жоқ дегенді білдіреді. Болды. There is a book on the table. Болды. Бұл сөйлем не? Impersonal. Себебі нақты бастауыш жоқ. Осындай сөйлемдер қатары жатады. Impersonal дегеніміз осы. Ал наоборот, personal десең, ол біздің күнделікті қолданып жүрген сөйлемдер. Бастаушы анық бар сөйлемдер. Енді кезекті балалар, біз сендермен мына жерде отырып, уже контекстке де келіп қалдық 26-шы сұраққа. Бұл жерде енді 26-шы сұрақта cheating in sports дейді. Sports. Cheating дегеніміз не? Бұл жаңа алаяқтық жасау, cheating деп айтамыз ғой, көшіру деп айтады, мектепке байланысты айтатын болсақ. Ал спорттағы cheating деген бұл біздегі алаяқтық жасау деген сөз. Енді балалар, бұндай тексттерде, контекстте есімізде болсын, бірінші сұрақты оқығанымыз жөн. Сұрақты оқып, менен не сұрап тұр, сосын барып сол сұрақтағы keywords деп айтамыз, кілт сөздерге қарай отырып, біз оны тексттен табамыз. Сосын текстің сол бөлігінен оқимыз да, біз не істейміз? Белгілейміз. Егер сендер бүкіл текстті оқып, жеке-жеке аударып отыратын болсаңдар, уақыт жоғалтасыңдар, миларың ашып кетеді бір жағынан, сондықтан бірінші не істейміз? Сұрақты оқиық. Бізде енді сұрақ айтады. What is an example of cheating mentioned in the text? Жаңағыда алаяқтықтың қандай мысалы текстте айтылыпты. Енді оны бірге іздейміз. Қазір сендермен бірге. Ал бізде енді міне басталып тұр. A notable example дейді. Көбінесе және балалар сұрақтар бізде жоғарыдан төменге қарай кетеді ғой. Бірінші абзацтан 2, 3, 4, 5 деп көбінесе солай түседі. Сондықтан бізде басынан бастап істейміз. Бірінші сұрақ болғаннан кейін. Енді мына жерде тұр. A notable example of cheating occurred when Spain fielded non-disabled athletes in 2000 Sydney Paralympics basketball team. Сонда 2000 жылы Сиднейде болған паралимпиадада Испанияның спортшылармен болған екен. Cheating туралы. Notable example деп міне басында осылайынан бізге қолданып тұр. Енді біз керек бөлікті оқыдық, ал енді оны нұсқадан іздейміз. Неге? What an example. A. Badminton player distracted the competitor. Жоқ, олай туралы айтылған жоқ. Ол біздегі B жауап екен. Мінеке. Spain fielded non-disabled athletes. Non-disabled дегеніміз балалар былай ғой. Disabled деген нәрсе бар. Олар бізде ерекше адамдар деп қолданамыз, мүмкіндігі шектеулі адамдар деген мағынаны білдіреді. Ал non-disabled дегеніміз мүмкіндігі шектеулі емес, дені сап-сау адамдарды айтады. Сонда бізде осы Spain fielded non-disabled athletes дегеніміз Испания паралимпиадаға ерекше емес, мүмкіндігі шектеулі емес, сап-сау адамдарды жіберген деген секілді сөйлем шығады. Бұл біз дегенде cheatingтің бірінші бір айтылған example болды. Next, 27. Ал сұрақты оқиық. What tactics did British cyclist Philip Hinders use during the Olympics? Филипп деген британдық велосипедші қандай тактика қолданған? Енді бұл жерде кілт сөз қандай? British cyclist және Philip Hinders. Осы адам туралы енді тексттен іздеп табайық. Окей.
Ал енді ол бізде мінеки тұр. Екінші абзац басында. A case of gamesmanship is British cyclist Philip Hindis, who intentionally crashed his bike during the 2012 Olympics to restart a race after the bad start. Енді айтады, Philip Hindis, gamesmanship деген бар балалар. Ол да бізде жалпы бір алаяқ дегенді білдіреді, бірақ олар читингке жатпайды. Читинг деп саналмаған түрі. Бір андай өтірік нәрсе жасайды ғой. Читингтен ретінде саналмайды ол нәрсе бірақ. Сол gamesmanship деп аталады. Енді айтады, Philip Hindis, who intentionally әдейі crashed his bike, өзінің велосипедін сындырыпты 2012 жылғы Олимпиадада. Что? Қате бастап қойған ғой, bad start дейді. Қате бастап қойғаннан кейін қайтадан жарысты бастау үшін дейді. Осындай бір іс-әрекетті tactics қолданған екен. Ал енді қазір бірге отырып осыны жауап нұсқаларынан қараймыз. Ол біздегі A нұсқасы. Broke his vehicle. Vehicle дегеніміз ол кәдімгі бүкіл транспорттың түріне кіреді. Vehicleдің ішіне жаңағы bike та кіреді, car, bus, tram, plane барлығы кіреді. On purpose, әдейі сындырды to resume the competition. Жарысты қайта бастау үшін. Мінеки осы ғана нұсқа дұрыс. A нұсқасы бірден сәйкес келеді. Okay? Ал келесі 28. What are referees responsible for? Referees деген төрешілер. Төрешілер не нәрсеге жауапты екен? Ал енді төрешілер туралы айтқан сөйлемді біз іздейміз. Ол біздегі the start of third paragraph. Я үшінші абзацтың бастауы. Referees play a crucial role in identifying cheating. Алаяқты анықтауда маңызды рөл атқарады. But they can miss important incidents. Басқа маңызды инциденттерді жіберіп алуы мүмкін дейді. Демек сонда ол referees не нәрсеге жауапты екен? Ол біздегі cheatingке жауапты екен. Cheating болмай ережелердің сақталуына. Қарайық. A. Deciding the winners of the game. Жоқ, олар бізде жеңімпаздарды анықтамайды. B. Detecting fraud and enforcing rules. Detecting fraud дегеніміз бұл жаңағы біздегі сонда identifying cheating болып тұр ғой. Алаяқтықты анықтап, жаңа ережелерді сақталуын қамтамасыз ететіндер. Missing important incidents деген таңдап қоямыз, тексте бар екен деп. Бұл жерде енді responsible for деген жауапты дейді. Олар енді маңызды инциденттерді жіберіп алуға жауапты емес, ол нұсқа сәйкес келмейді. Coaching the team during the match. Матч кезінде дейді командаға тренер болу. Бұл біздегі referees оларға төрешілерге мүлдем қатысты емес. Сондағы бізде дұрыс жауап қандай екен? B. Бұл синониммен өзгертіліп беріп тұр. Detecting fraud and enforcing rules деп біз қолданамыз. Okay? B нұсқасы. Next 29. Ал кеттік сұрақты айтады. Which incident involved Diego Maradona during the 1918 World Cup? He. Ал енді Диего Марадонаға не болыпты? Диего Марадона деп жазылып тұрған бөлікті іздейміз және 1986 World Cup. Ол біздегі енді 3-ші абзац, 4-ші абзац. Мінеки. Диего Марадона деп бізде басталып тұр. Diego Maradona's infamous hand of God. Hand of God. Goal in the 1986 World Cup is a clear example of cheating. He scored using his hands, қолын қолданып отырып, гол салған, енді футболға қатысты болып тұр ғой. And the referee missed it. Төреше оны көрмей қалыпты. Болды, осы ғана. Hand of God деген осындай голы бар екен. Осындай бөліктір, енді ол бізде және не деді? Referee missed it. Төреш көрмей қалған. He was disqualified for breaking the rules. Disqualified дегеніміз дисквалификация дегенді білдіреді. Жаңағыдай оны ойыннан шығарып тастайды. Я қатыстырмайды мүлдем. Lost the match for strategic reasons. Lost the match. Жоқ, ондай болған жоқ. Матчты жеңілген жоқ. C. Scored inconspicuous goal using hands. Қолын қолданып гол салған. Бұл жауап дұрыс.
faked the injury to gain a penalty. Ол жоқ. Пенальти алу үшін жарақатын көрсетпеген. Не істеген? Қолмен гол салған, футболда болмайды ғой енді. Сол туралы айтқан. Бірақ the referee missed it. Оны referee missed it деп тұрамыз. Inconspicuous. Яғни неподозрительный гол салып кеткен осылайдан. Читингтің бір мысалы бұл біздегі. Енді контекстке қатысты the last question, fifth question. What was the outcome? Outcome деген нәтиже деген сөз. For badminton team at the 2012 London Olympics. 2012 жылғы London Olympics. Ал енді осыны іздейміз. Ол біздегі соңғы абзацтардың бірі. Sometimes players might even lose on purpose for strategic advantages, as demonstrated by 4 badminton doubles team at the 2012 London Olympics, which were disqualified for poor sportsmanship despite breaking no rules. Ереже бұзбаса да, for poor sportsmanship, олар не істеген? Дисквалификация жасаған екен. Сонда біздегі ол нұсқа, біздегі C нұсқасы. They were disqualified despite breaking no rules. Яғни ешқандай ереже бұзғанына қарамастан, олар бізде дисквалификацияға ұшырап қалған. Міне балалар, осындай біз keywords деп атадық жаңа, иә? Кілт сөздерді іздеп табу арқылы бүкіл текстің барлығын оқып шықпастан нұсқаны таңдай алады екенбіз. Бірінші нем айтатынымыз, сұрақты оқиық, сол сұраққа байланысты тексттен іздейміз. Енді бұл біздегі бір қазақша текст емес қой, оңай түсінікті болатындай, бірден оқып кететіндей. Сондықтан осындай біздегі бір тактиканы қолдансаңдар болады. Окей? Ал жақсы балалар, енді бізде мына жерден бастап 31 matching tasks, одан кейін барып көп жауапты сұрақтарға келеміз. Match the sentence with the correct verb. A. I wish my tooth hurt me. B. If only he hurt her. I wish, if only деген бізде балалар құрылымдар бар. Бізде I wish, if only мен бірге past simple қолданады қазіргі болып жатқан ситуацияларды айту үшін. Қиялды, арманды айту үшін. I wish my tooth hurt me. Тісім ауырмаса ғой дейді, ауыртпаса ғой дейді. Ал енді оның жанында бізде past perfect қолданылады. Past perfect'ті біз қолданамыз бұрын жасалып қойған іс-әрекетке деген бір өкінішті айту үшін. Regret about the past деп айтамыз. If only he hadn't hurt her. Если бы только ол оны жараламаса ғой деген бізде сонда past perfect'тің қолданысы шығады екен балалар. Неге? I wish, if only деп отырғанымыз осы. Didn't деп past simple қолданасыңдар қазіргі ситуациялар үшін, present situation, past perfect қолданамыз about past situation. Бір өткенде болып қойған іс-әрекетке байланысты айтқан кезде қолданамыз. Окей? Екеуінің арасында айырмашылық осы. 32nd жаңағыдан бізде қолданып отырған impersonal passive және personal passive керек. Impersonal passive ол бізде көбінесе it is деп басталады. It is said that he was a brilliant musician. Ал біздегі personal passive ол біздегі he said to have been a brilliant musician деп біз қолдана алады екенбіз. Impersonal, personal. Жақты сөйлемдер, жақсыз сөйлемдер. Бастаушы анық берілген, анық берілмеген деген бізден осыдан шығады. 33rd. Match the suitable parts. A. Please try to watch this film. Арғары мағынасымен сәйкестендіру қажет. B. She doesn't like action films. Unless she can find time to go. Otherwise you will miss out incredible moments. Please try to watch this film. На фильмді көрші дейді. Әйтпесе, сен таңғажайып моменттерді жіберіп аласың. She doesn't like action films. Action деген жаңағы ол бізде төбелесетін, атысатын, қырылысатын фильмдерді айтамыз. Action films. Nevertheless, she went to the cinema. Алайда кинотеатрға барды деп айтамыз. Ал however it is really dull and tedious десек, ол нұсқа бізде сәйкес келмейді. Сонда біз айтамыз nevertheless, she went to the cinema. Алайда ол кинотеатрға барды деген бізде екі сонда мағынасы сәйкес сөйлемдер шығады. Бұл жерде енді ағылшын тілінде аударудың бір маңыздылығы балалар, meaning, мағына жағынан сәйкес сөйлемдерді табу болып саналады. Окей? Жақсы.
Келесі бізде енді қарастыратынымыз 34. Match the modal verbs with the meaning. We might go out in the afternoon, so come in the morning. Біз күндіз баруымыз мүмкін, сондықтан таңда кел дейді. Necessity, қажеттілік, obligation, міндеттілік, suggestion, ұсыныс, possibility, мүмкіндік. We might go дейді, сыртқа күндіз баруымыз, шығуымыз мүмкін дейді. Сондықтан бұл біздегі possibility әрине, мүмкін нәрсе айтқанда. Ал енді B, you can find something better to do than swimming all day. Күн сайын жүзгенге қарағанда басқа нәрсе таба аласың. Бұл не болып тұр? Біреуге ұсыныс тастап тұрсыңдар. Әй, күні бойы жүзе бермей басқа нәрсе таба аласың ғой. We can. Сонда can біз оны енді suggestion мағынасында да қолдана аламыз. Істей аласың, таба аласың деген секілді. Ал қалған necessity, obligation бізде сәйкес келмейді. Бізде енді балалар necessity қажеттілік үшін қандай модальдық етісті қолданады? Ол біздегі have to болуы мүмкін, need to болуы мүмкін. Ал obligation ол біздегі must болады екен, міндеттілік. 35. Match the verbs with the sentences. A. I donate more money to charity than you. Саған қарағанда қарымыққа көбірек ақша донатировать етем дейді. He donating more money to charity than me. Енді бұл жерде айтады, біз енді reported speech'ке айналдыруымыз қажет. Ол маған қарағанда donating more money. Көбірек ақша салам деп не істеп тұр енді? Мақтанып тұрған жоқ па? Мақтануды айтады, boasted about дейміз. He boasted about. Мақтанды деген мағынада. Енді келесі айтады, you must donate more money to the race. Жарысқа көбірек ақша must donate. Салуын керек дейді. He donating more money for the race. Енді бұл жерде не істеп тұр? Insisted on дейміз. Настаивать ету деген мағынаны білдіреді. He insisted on donating more money for the race деп біз қолдана алады екенбіз. Настаивать ету деген сөз. Осылайсында бізде тура енді бұл жерде де сәйкестендірдік. Неге қарай отырып? Meaning. Мағыналарына қарай отырып сәйкестендіріп шықтық. Okay? Ал жақсы. Енді мына тұстан бастап бізде балалар басталады. Көп жауапты сұрақтар басталғалы тұр. Okay? Және өздерің білетіндей, көбінесе соңғы сұрақтары бізде арасында не келеді? Қазір оны бірге көреміз. Diagram, pie charttар келеді, я? Міне, мына жерде айтады, бөлім ағылшын тілі бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар, 3 дұрыс жауаптан артық емес тест тапсырмалар, бір немесе бірнеше. Complete the sentence, сөйлемді толықтыр. If you a lot, you on weight. If деп тұрса, значит, бұл бізде балалар conditional sentence, я? Шартты сөйлемдер. Сен көбірек жесең, салмаққа қосып аласың деген сөйлем шығару қажет. Бізде балалар енді жеке-жеке айтып шығайық. Zero conditional ол жасалады. Zero conditionalды біз жасай аламыз. If present simple болғанда 100% бір табиғи шындықты айтқан кезде деп қолданатынбыз. Ал first conditional біз жаңада айтып өттік, if present simple, future simple болып қолданылады. Ал second conditional енді бұл жерде тамақ көп жесең, салмақ қосып аласың деген көбінесе шындыққа жанасатын сөйлемдер, я? Сондықтан енді қараңдар. A. Had eaten, had put. Екі бөлігде past perfect'тен тұратын бізде шарт сөйлем жоқ. If you had eaten, you put. Past perfect пен present simple араластырып тастаған. Ол да қате. Ate, had put. Бұндай бізде шартты сөйлем жоқ. Past simple, past perfect қолданылатын. If you will eat, will put. Жаңа айттым, я? If пен бірге, will мүлдем бірге келмейді. Қастарына жүрмейді екеуі бірге. If you eat a lot, you put on weight. Бұл бізде енді if present simple болып тұр, значит, ол біздегі zero conditional, я? Табиғи шындық. If you eat a lot, you will put on weight. Енді бұл жерде first conditional не үшін сәйкес келеді? Себебі ол да біз балалар болуы болашақта, я? Болуы әбден мүмкін нәрселерді айту үшін қолдана аламыз. Сонда бұл ситуацияда бізде сәйкес келеді zero conditional and first conditional. И және F нұсқалар сәйкес болады.
37. The right quantifiers. Quantifiers дегеніміз не балалар? Бұл біздегі жалпы айтқанда мөлшер сөздер. Мөлшерді білдіретін сөздер екен. A. There were several rules to follow. Several дегеніміз не? Бірнеше ережелер. Бұл не? Мөлшер сөз бар. B. The region has seen plenty of rain this season. Plenty көп дегенді білдіреді. Және ол бізде балалар plenty есте болсын, саналатын, саналмайтын зат есімдермен бәрінен қолдануға болады. Plenty of rain, plenty of books деген секілді, ол да бізде дұрыс жасалған мөлшер сөз. It was hard for him to understand. Бұл жерде мөлшер сөз жоқ. Мен ешқандай не көріп тұрған жоқпыз, бір количество көріп тұрған жоқпыз. D. They cancelled the match due to the strike. Бұл жерде де бізде quantifier жоқ. E. We have got little water left. Little дегеніміз не? Аз су қалды деп тұр, өте аз су қалды дейді. Бұл да не? Біздегі мөлшер. Ал F. Little Jerry was all in tears. Бұл жерде little бар ғой деп ойлауымыз мүмкін. Бұл жерде енді бізде кішкентай деп адамға айтып тұрмыз. Мен бір какой-то количество қолданып тұрған жоқпын. Кішкентай Jerry деп тұрмын. Адамға байланысты айтқан кезде кішкентай адам деп қолданамыз ғой. Сонда ол children мағынасында тұр. Child. Ал бұл жақтағы и жауабындағы little water деп аз су деген количествода қолданып тұр. Little осында екі мағынасы бар, шатастырып алмаймыз. Сонда балалар, бізде quantifier ретінде сәйкес келетін There were several rules to follow. B. The region has seen plenty of rain this season. Және E. We have got little water left деген жауап дұрыс болады екен. 38. The correct reported speeches. Төлеу сөздер. Қалмайтын тақырыптың бірі дедім. Міне мысалға бізге қанша сұрақтар келіп үлгерді. Ал енді оқиық. A. Айдар was very much in love with Asana. So he asked her to marry him. Үйленуге ұсыныс жасады дейді. Бұл бізде he asked her to marry him деп біздегі reported request болып тұр. Төлеу сөз бар. Бір оқиғаны үшінші адам қылып жеткізіп беріп жатыр мағынасын өзі. B. Aysana didn't do as well in the exam as she had hoped. Бізде жоқ бұл жерде reported speech. C. Take some chocolate with you in case you get hungry. Бұл бізде енді вообще conditional sentence болып тұр. D. A friend of yours is going away for a long time. Reported емес, ешқандай төлеу сөз жоқ. Кәдімгі бұл direct speech болып тұр. E. I will leave my phone switch on in case Madina calls. Бұл да бізде не болып тұр? First conditional болып тұр. Бұл да мүлдем бізде reported speech емес. Келесі F. I didn't want to delay Madina, so I told her, мен оған айттым, not to wait for me if I was late. Кешігіп жатсам күтпе деп айттым дейді. Бұл енді айттым, өтіндім, сұрадым, ұсындым деген сөйлемдер бар ғой. Солардың барлығы мағыналардың барлығы бізде reported болады екен. Сонда бізде балалар екі жауап дұрыс, ол біздегі A және F нұсқалары. Okay guys, енді бізде 39 сұраққа келдік. Complete the sentence дейді. When I lived abroad, I took play cricket every day. Abroad дегеніміз балалар шетелде. Overseas деп айтамыз ғой, шетелде тұрған кезімде дейді. Күн сайын крикет ойнадым деу үшін біріншіден біз possible қолданып айтыламыз. I went to play деп. Және балалар, бұл жерде when lived abroad. Бір арман, қиял мағынасында да when сөзін if пен өзгертіп, if екеуін қолдануға болады. Сонда if I lived abroad, I would go деп біз қолданамыз. Бұл не болады сонда? Бұл біздегі second conditional болып шығады. When немесе if, олардың жанында past simple, сосын барып would plus verb one тұрса, бұл second conditional болады да, бұл қиял, арман болып кетеді. Шекарада тұрсам, күн сайын крикет ойнауға барар едім деп. Ал C жауабы go деп біз айта алмаймыз. Себебі бізде сөйлемдердің қиылысуы дұрыс келмей қалады. Сөйлемді өткен шақта бастадық па, солай өткен шақпен жалғасуы қажет деп айтамыз. Және D, used to go. Бұл бізде used to go, used to қолданылады for past habits. Өткен бір әдеттер үшін қолдана аламыз. I used to go to
to play cricket every day. Я күн сайын крикет ойнауға барғанмын деп айту үшін. Ал have gone present perfect қолданылмайды. Had go біз айтпаймыз, had gone деп қана айта аламыз, иә. Бұл нұсқалар сәйкес келмейді. Сонда бізде went, would go, used to go мағыналары бар. Әрқайсының өзінің мағынасына қарай өзгеретінді түсіндік деп ойлаймын. Енді келесі бізде finally the last question 40 30-шы сұрақ. Бұл жерде енді бізде хат беріп қойыпты. Хат балалар, хатқа байланысты the true sentences, дұрыс нұсқадағы сөйлемдер таңдау қажет. Енді бұл жерде балалар түсіну керек нәрсе Том деп бастапты, соңында Jess деп айтты. Бұл хатта жазған адамның кім екені соңында жазылады. Сонда хатты кім жазып тұр? Jess жазып тұр. Томға жазып тұр. Былай дейді. I am going to be late. Don't wait for me at the bar. I will go straight to the restaurant and see you there. Jess. Jess Томға айтады, мен кешігейін деп жатырмын, мені барда күтпе, мен бірден ресторанға барам, және сол жерде сені көретін болам дейді. Ал енді осыған сәйкес біздегі дұрыс сөйлемдер таңдайық. A. Tom should go to the restaurant without Jess. Ресторанға Jess'сіз өзі бара беру керек. Том, кен ол кешігеді, иә? B. Tom is late and can only go to the bar directly. Tom is late. Том кешігіп жатыр. Жоқ, бізде хат жазып тұрған кім? Jess кешігіп жатыр. C. Jess is going straight forward to the restaurant. Бірден ресторанға барады. Jess барға бармайды. Дұрыс, ол бізде айтылды. D. They are going to meet at the restaurant. Ресторанда кездесейін деп жатыр. That's also correct. E. Tom asked to wait for him at the bar. Том барда күт деп айтты дейді. Жоқ, барда күту туралы ештеңе айтпады. Наоборот, don't wait for me деп Jess айтты. Келесі F. Tom is late and can't go to the restaurant. Бізде Том кешігіп жатқан жоқ балалар. Jess кешігіп жатыр. Хатты жазған адам жаңа айтты ме, соңында аты жазылып тұрады деді. Соңында тұрады. Jess Томға бізде жазып тұр. Міне осылай бізде сонда 3 сөйлем дұрыс екен. Осы 3 сөйлем таңдадық. Міне қарап отырсаңдар, полный 40 сұрақ бізде жасыл болды. Барлығы таңдапты. Енді бірге тестілеуді аяқтап көрейік. Растау батырмасын басып, 1 плюс 2, ол бізде 3. Енді және тестілеуді аяқтау батырмасын бассақ, бізде сонда балалар, бізде 50 балл шықты. Өте тамаша. Good, very good. Бұл демек бізде бүкіл сұрақтарға дұрыс жауап бердік деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінен қазір мұнда қарайық енді. Неге? Дұрыс жауаптары 1 балл, 2 балл деп барлығы осылайнан жазылып тұр. Өте тамаша, я? Слай біз 50 балл алып шықтық. Бұл 50 баллды жалғыз мен емес, сендер де алып шықтыңдар, егер сендер осы жерге дейін отырып, соңына дейін көрген болсаңдар. Үнемі айтатынымдай, пайдалы, қайырлы білім болсын, бұйырса жаңа нұсқа талдауларда менімен бірге кездескенше. Келесі кездескенше. Goodbye.